Қаржылық сауаттылық. Қарапайым бір жағдайды елестетіп көрейік. Ай сайын 300 мың теңге жалақы аласыз. Алғашқы күндері көңіл көтеріңкі, дүкенге барасыз, дәмханаға кіресіз. Керек жарақ аласыз. Бірақ 2 аптадан кейін жалақының жартысы жоқ. Айдың соңында қалта бос, кейде тіпті минус. Несие картасы іске қосылады. Таныш жағдай ма? Неге бұлай? Табысыңыз бар, бірақ ақша жетпейді. Жауабы қарапайым. Қаржылық сауаттылықтың болмауы. Қаржылық сауаттылық деген не? Көп адам ойлайды, бұл ақшаны санау қабілеті шығар. Жоқ, бұл ақшаны басқару өнері. Дәл осы қабілет сіздің өміріңізді анықтайды. Сіз ай сайын әрең күн көріп жүрсіз бе? Әлде болашағыңызға мықты қаржылық негіз қалап жатырсыз ба? Соны шешеді. Қаржылық сауаттылық бұл ақшаны дұрыс басқару көмектесетін білім. Ол нені қамтиды? Біріншіден, кіріс пен шығысты жоспарлай алу. Екіншіден, жинақ қорын және қаржылық қауіпсіздік жастығын қалыптастыру. Үшіншіден, несиелер мен қарыздарға жауапкершілікпен қарау. Төртіншіден, инфляцияны түсініп жинақты сақтай білу. Бесіншіден, инвестициялық құралдарды білу. Алтыншыдан, болашаққа, соның ішінде зейнетке қаржылық жоспар құра білу. Бұл жай ғана білім емес, бұл өмір салты. Ол сізге сенімді, тұрақты, еркін өмір сүруге мүмкіндік береді. Қазақстандағы жағдай. Зерттеулерге сүйенсек, Қазақстанның халқының 40%-дан астамы табысының бәрін қалдықсыз жұмсайды. Әрбір үшінші адамда несие бар, ал кейбірінде бірнеше қарыз қатарынан. Ал 3-6 айлық өмірге жететін қаржылық жастығы бар адамдардың үлесі небәрі 15%. Бұл нені білдіреді? Күтпеген жағдай, жұмыссыз қалу, ауру, бағаның өсуі. Осының бәрі отбасын қаржылық дағдарысқа ұшыратады. Неліктен қаржылық сауаттылық бәріне қажет? Біріншіден, отбасын қорғау үшін. Жинағыңыз бен сақтандыруыңыз болса, қиындық сынаққа айналады, апатқа емес. Екіншіден, жинақтап көбейту дағдысы. Кішкентай сомалардан үлкен капитал пайда болады. Үшіншіден, қаржылық еркіндік. Бұл ақшаның сізді емес, сіздің ақшаны басқаруыңыз. Төртіншіден, балалардың болашағы. Қаржылық сауатты ата-ана баласына қарыз емес, мүмкіндік сыйлайды. Қаржылық сауатты адамның негізгі ережелері. Бірінші ереже. Қаржылық қауіпсіздік жастығын қалыптастыру. Кемінде 3-6 айлық шығынға тең қаражат жинаңыз. Ол депозитте немесе шотта, қажет болса қолма-қол күйінде сақталуы керек. Екінші ереже – бюджет жүргізу. Дәптерде, Excelде немесе Каспи қосымшасында болсын, кіріс пен шығысты бақылау өте маңызды. Табыстан шығынды шегергенде кем дегенде 10% жинаққа қалуы тиіс. Үшінші ереже – инфляцияны ұмытпаңыз. Жастық астындағы ақша құнын жоғалтады. Сондықтан жинақтың бір бөлігін депозитке, облигацияға, акция немесе жылжымайтын мүлікке салыңыз. Төртінші ереже – өзіңізге инвестиция жасаңыз. Ең тиімді инвестиция – білім мен дағды. Олар табысыңызды арттырып, дағдарыстан қорғайды. Бесінші ереже – жаман несиелерден аулақ болыңыз. Жақсы несие – табыс әкелетін несие. Мысалы, жалға берілетін пәтерге ипотека. Жаман несие – телефонға, демалысқа немесе сәнге алынған қарыз. Мұндай несие табыс емес, тек қарыз тудырады екен. Сондай қателіктерден сақ болу керек. Бюджетсіз өмір сүру, соңғы тиынға дейін жұмсау, мәртебе үшін несие алу, қалғанын жинаймын деп ойлау, немесе мен онсыз да аз табам, қандай инвестиция деу. Жоқ, инвестицияны аз сомадан бастауға да болады. Ең бастысы бастау керек. Қалай бастауға болады? Бүгін кешке бір парақ қағаз алыңыз, барлық кіріс пен шығысыңызды жазыңыз. Табысыңыздың 5-10% болса да жинауға тырысыңыз. Жеке жинақ шоты немесе депозит ашыңыз. Мақсат қойыңыз. Мысалы, бір жылда 300 мың, 600 мың теңге көлемінде қаржылық жастық қалыптастыру. Ақшаны бөлудің мысалы, айына 300 мың теңге табысыңыз болса, оны 50-20-30 әдісімен бөліңіз. 50% міндетті шығындар, 20% жинақ пен инвестиция, 10% демалыс пен өзге шығындар. Немесе 6 құмыра әдісімен 55% қажетті шығындар, 10% қаржылық еркіндік, 10% ұзақ мерзімді мақсаттар, 10% білім мен даму, 10% ойын-сауық, 5% қайырымдылыққа. Ең бастысы табысыңыздың аз көптігі емес, оның қалай бөлінетіні. Инвестиция мен пассив табысы. Инвестиция тек бюджетті реттеген соң басталады. Несиені инвестиция үшін алмаңыз. Кішкентайдан бастаңыз. Табыстың 10%-ын тұрақты түрде жинаңыз. Капитал пайызбен өседі, тұрақтылық пен шыдамдылық сомадан да маңызды. Қаржылық сауаттылық қиын теория емес. Бұл сіздің болашағыңызды қалыптастыратын қарапайым әдеттер. Бәріміз қиын жағдайға да тап болуымыз мүмкін, бірақ қаржылық сауатты адамның әрдайым
Б жоспары бар. Есіңізде болсын, сіз қанша табасыз, ол маңызды емес. Маңыздысы сол ақшаны қалай басқаратыныңыз. Сондықтан бүгіннен бастаңыз. Сіздің ертеңгі еркіндігіңіз дәл бүгін қабылдайтын шешімдеріңізге байланысты. Назарларыңызға рахмет.